Абай Құнанбайұлы. 45 қара сөзі. 4-ші сөз. Әрбір байқаған адам білсе керек, күлкі өзі бір мастық екенін. Әрбір мас кісіден ғапил көп өтетұғынан да, әрбір мастың сөйлеген кезінде бас ауыртатұғынын. Бұлай болғанда, күлкіге салынған кісі не шаруадан, не ақылдан, не бір ұят келерлік істен құр ғапил көп өткізіп отырса керек. Осындай ғапилдік көп өткізіп, өлмеген кісінің не дүниеде, не ақыретте басы бір ауырмай қалмаса керек. Әрбір уайым қайғы ойлағыш кісі не дүние шаруасына, не ақырет шаруасына өзгеден жинақырақ болса керек. Әрбір жинақылықтың түбі кәніш болса керек. Енді олай болғанда, үнемі уайым қайғыменен жүре аламыз ба? Үнемі күлмей жүруге жан шыдай ма екен? Жоқ, мен үнемі уайым қайғыменен бол демеймін. Уайым қайғысыздығыңа, уайым қайғы қылдағы, сол уайым қайғысыздықтан құтыларлық орынды қарекет табу керек, хам қылу керек. Әрбір орынды қарекет өзі де уайым қайғыны азайтады. Орынсыз күлкіменен азайтпа, орынды қарекетпен азайт. Шығар есігін таба алмай, уайым қайғының ішіне кіріп алып, қамалып қалмақ, ол өзі де бір антұрғандық. Және әрбір жаман кісінің қылығына күлсең, оған рақаттанып күлме. Ыза болғаныңнан күл. Ызалы күлкі өзі де қайғы. Ондай күлкіге үнемі өзің де салынбассың. Әрбір жақсы адамның жақсылық тапқанына рақаттанып күлсең, оның жақсылығынан тапқандығын ғибарат көріп күл. Әрбір ғибарат алмақтың өзі де мастыққа жібермей, уақытымен тоқтатады. Көп күлкінің бәрінде мақтағаным жоқ. Оның ішінде бір күлкі бар-ау. Құдай жаратқан, орныменен, іштен, көкіректен, жүректен келмейді. Қолдан жасап сыртыменен бет аузын түзеп, бай-бай күлкінің әнін сәндеп, әдемішілік үшін күлетін бояма күлкі. Адам баласы жылап туады, кейіп өледі. Екі ортада, бұл дүниенің рақатының қайда екенін білмей, бірін-бірі аңдып, біріне-бірі мақтанып, есіл өмірді ескерусіз, босқа, жарамсыз қылықпен қор етіп өткізеді де, таусылған күнде бір күндік өмірді бар малына сатып алуға таба алмайды. Қулық саумақ, көз сүзіп, тіленіп, адам саумақ өнерсіз иттің ісі. Әуелі Құдайға сеніп, екінші өз қайратыңа сүйеніп, еңбегіңді сау. Еңбек қылсаң, қара жерде береді, құр тастамайды. Оқыған Шекер Қатылбекқызы. Дыбыспен әрлеп, көркемдік жасаған Нұртаң Сәдірбекұлы.